Сиднейде отырғаныма өте қуаныштымын. Өйткені Вегаста болған нәрсенің барлығы бос сөз болып шықты. Бұл кәсіпқойларға жат қылық. Мұны топ рейнгте көріп тұр. Көрмесе мұндай әрекетке бармас еді. Енді білмедім, мен өзім бақыттымын. Мен жақсы дайындалдым. Австралия менің өз үйім, Стар Казино менің өз үйім. Бұл менің уақытым. Мен дайынмын. Жұма күні кешке патшаның тәжгеуін тамашалайтын боласыздар. Сенің бапкердің Лас-Вегас туралы айтқанын естідік. Өзің не ойлайсың? Енді ол салмақ жасай алмады. Ол қаншама адам жерге қаратты. Мен негізі Вегаста тәжгеуім керек болатын. Бірақ болған нәрсе болды. Енді барлығы артта қалды. Енді тек алды ойлау керек. Ол екінші рет салмақ тастай алады деп ойлайсың ба? Енді білмедім, егер нағыз кәсіпқой болса, салмақ тастау керек. Мен кәсіпқоймын, ол кәсіпқой. Екеуміз де кәсіпқойлар секілді жұмыс жасауымыз керек. Білесіз бе, менің балаларым ойнағанда Бэтмен, Супермен болып емес, Андрей Михайлович болып ойнайды. Мен олар үшін батыр болсам, онда соны ақтауым керек. Жәнібек сізді бірінші раундта нокаутқа жіберемін деп айтты. Оның сізді менсінбей тұрған ықтығыңызға тие ме? Бұл туралы не ойлайсыз? Негізі ол тәкаппар адам. Бірақ Жаңа Зеландияның кішкентай ғана қаласынан шыққан мен үшін оның бәрі түк емес. Жәнібек мұның бәрін жекпе-жекті қыздыру үшін ғана айтып отырғанын жақсы білемін. Мен оның бәрін дайынмын. Егер чемпиондық белдікті жеңіп алсаңыз, өзіңізді қалай сезінер едіңіз? Білесіз бе, мен қазірдің өзімді чемпион сезініп жүрмін. Көшеде де, үйде де мен өзімді чемпион секілді ұстаймын. Өйткені мен қаншама тер төктім, мен тас түйін байынмын. Сөз кезегін Жәнібекке бермес бұрын, сіздің оған айтарыңыз бар ма, Андрей? Мен сені білдіретін боламын. Соны ғана айтқым келеді. Қиналасың бауырым, қиналасың, рингте ертең мен қай жаққа баратынын көреміз өзі. Завтра тебе будет очень сложно, я покажу тебе, что будет драться с чемпионом. Tomorrow is going to be, not tomorrow, day after tomorrow is going to be a very hard day for you, so I'm going to show you what you're capable to do. Excited, really excited. It's going to be hard for you, you go, do you know what jet lag is? Сен сағат ауысқаннан шаршап тұрғаныңды білемін. Сенің бауырың су жоқ болғандықтан қурап тұр. Сенің миың бос тұр. Ертең тура сол бауыр тұсынан ұрғанында оңбай ауыратын боласың. Енді білмедім, сәттілік сарбаз, сәттілік. Good luck. Good luck, soldier. Енді бұл спорт болғаннан кейін бұл жерде бәрі болады. Әр спортсмен ондай өтеді. Дегенмен бүгін біз осындамыз, Сиднейдеміз, келдік, өзіміздің Қазақстанды көрсетуге келдік. Бірақ мына балаға ертең 5-ші жыл іздейтеміз. Күшін көреміз. Что произошло, это произошло в прошлом, но в пятницу он будет искать 5-й угол. Посмотрим, кто будет, как говорит, в ринге. Again, what happened, but on Friday night, he might going to be looking for a fifth corner in the ring, so I'm going to show to him what is the mean about. Wow. Не дейді? Қайдағы 5-ші бұрыш? 5-ші бұрыш деген жоқ. Сенің өзі қанша аудармашың бар? Аударып жатыр. Сен тура тоғаш монстр сияқтысың ғой. Кішкене құрмет көрсетсеңші, бауырым. Төбелесетін сен емес қой. Сол отырған орында отыра берсеңші. Аузыңды жапшы, мен сенімен сөйлеспеймін. Не істеп аласың? Не істейтінді жұма күні көресің. Біз Қазақстаннан сөз таластыру үшін емес, жекпе-жекке келдік. Сондықтан сыпайы сөйле. Мен Лас-Вегаста болғанда, сендер мені сыйладыңдар ма? Сендер мені сыйламадыңдар. Сол үшін кімсің, ағасысың, аузыңды жапшы. Біз саған Вегасқа келерде дайындыққа 3 ай уақыт бердік. Ал сендер бізге 28 күн ғана беріп отырсыңдар. Әділеттілік қайда? Don't tell me about respect, okay? Эгис, өзің айтшы, команда мұнымен не айтпақшы? You've been disrespected in some way, and some of the things that Isaac and Andre are saying are laying into that. Білесіз бе, мен мұндай бос сөз айтып сөз таластыруға үйренбеген адаммын. Негізі мықты боксшылар көп сөйлемейді, өзін тек рингте көрсетеді.
Көріп отырғандарыңыздай, Жәнібек мылжыңдап отырған жоқ. Не де болса, әңгіме жұма күні рингте болады. Do a talking Friday night in the ring. Can we ask him if he has extra motivation now after some of what has been said and what I'm sure he has read in recent times? У тебя есть какая-то дополнительная мотивация, то, что он сейчас говорит? Я бұл көрермендерге тілмен сөйлеген, бойдың алдында сөйлеген, құлақтан қыран жоян деген өте жақсы. Бірақ рингте ондай сөздер өтпейді, ондай сөздер жүрмейді. Сондықтан да рингте Құдай қаласа осы сөздердің бәрін естіртеміз. Білесіздер ме, бүгінгі сұхбат менің арқамда қызықты өтті. Жекпе-жекте солай менің арқамда қызық болатын болады. Маған рахмет айтуларың керек. Ал саған оқасы жоқ. Жәнібек, саған Андрейдің ардап жасаған видеосы туралы не айтасың? Videos of him and what he thinks about the Боксеріміз ол жерде 5 жыл болды ғой. Сондықтан ешқандай құраны елдің көзіне көріну деген сондай ғана видео болды. Жәнібек, сен жекпе-жектен алдын қарсыласыңа не айтқың келеді? Хочешь что-то ему напоследок сказать? Как он тебе сказал, что ответить ему? Сәттілік тілеймін боксерға. Қанша дегенмен, қанша жерден тіліміз ұзын болса да тек қана сәттілік. Көзін жоғалт, мен саған қолымды бермеймін. Тек көзін жоғалт. Piss off. Don't hold his hand. Don't shake his head. Just shut the fuck up and piss off. Yeah, fine. Come on, guys. Бауырым, мүмкін бұл жерде болмаса да басқа жерде кездесіп қалуымыз мүмкін. Сол үшін бір-бірімізді сыйлауымыз керек. Maybe not senior, maybe not here, but we're gonna meet. We just have to respect each other. You boxer, you coach. Respect that. You're wasting 6 months of your life. What happens? Just happened. It's past, you know. But it's past. Forget about it. Жұма күні көреміз кім кімді сыйлайтынын. Жәнібектің ертеңгі жекпе-жегіне сәттілік тілейміз. Достар, қолдау ретінде лайк пен комментарийлеріңізді аямаңыздар. Сіздермен болған әлем боксинг арнасы.